Инстаграмнан видео жазып аламыз, Инстаграм, мына жерде. Инстаграм деп көрсетіп тұр. Мына менің парақшам. Енді Инстаграмнан мына жерде Ольга Потакованың видеосын скачать етіп алайық, мысалы. Енді осы жерде мына самолетикті басамыз. Мына жерде поделиться дегенді басамыз. Мына жерде уже шығады, қай жерге жібергіңіз келеді. Егер мына WhatsApp басқаларға жіберсеңіз, как ссылка ретінде кетеді сізге видео керек. Ол үшін біз мына Телеграмға кіреміз. Мына жерде скачать из ТикТока Инстаграм деп тұр. Міне осы ботты өздеріңізге жазбасаңыздар болады. Осыған басасыз, міне галочка түсті. Енді мына жерде мынаны жібереміз осы жерге. Мына жерде загрузка болып жатыр. Загрузка болады да, и осы жерге видеоңыз шығады қазір. Осы видеоны сосын өзіңізге жазып ала аласыз. Міне, көрдіңіз ба? Сразу Ольга Потакованың видеосы шықты. 43 секундтық екен. Енді осы жүктелді, до конца жүктелді. Как вы думаете, какой самый главный орган в организме отвечает за наше здоровье? Кто-то думает, что Міне до конца барған кезде уже полностью жүктелді деген сөз. Сосын уже мына жерде мына 3 нүктені басасыз да, уже поделиться ете бересіз. Прямо осы жерден поделиться жасай берсеңіз болады. Или болмаса өзіңізге сохранить в галерею деп, галереяңызға сохранить етіп алсаңыз болады. Міне полный мына жүктеліп болғаннан кейін олар не қылады да, пока жүктелмейді. Міне поделиться дегенді бассаңыз, прямо осы жерден керек сайттарыңызға жібере аласыздар. Міне уже жүктеліп біткен жоқ қой, сол үшін не қылып жатыр. Міне енді кетті. Поделиться. Міне шығады қазір. Менің арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Көптеген видеолар шығады. Мына жерде, көріңіз, қараңыз. Өзіңізге қай жерге жібергіңіз келеді. Мынау Инстаграм чат. Мына жерде Инстаграм жаңағы лента. Мынау Reels деген. Мынау сторисіңізге. Мынау WhatsApp. WhatsApp'тың бассаңыз, сторисіңізге жаңағы нелерге жібере аласыз. Чаттарға шы. Бірақ үлкен видео болса, бірден сразу бірақ чатқа жіберген жақсы. Егер үлкен видео болып жатса, оны жіберсеңіз, бірақ минуттық болып кетеді. Сториске жібересіз, жаңағы историяға жібересіз, статусқа жібересіз WhatsApp'та, статусқа жібергеннен кейін ол жерде бірақ минуттық болып қалады, и сол барлық жаққа бірақ минуттық болып кетіп қалады. Енді мына жерде поделиться етіп, қалай жерге жібергіңіз келеді. Даже мына YouTube'қа жіберсеңіз де болады, міне TikTok'қа жіберсеңіз де болады, міне VK-ға, осы жерден уже таңдай бересіз, қай жерге жібергіңіз келеді. Facebook лентаға, бәріне оңайда, барлық жақта жеңіл жасап қойған. Осылай жібере бересіз. Мысалға мен қазір WhatsApp'ты көрсетейін.